О, Стивенстандағы екінші күніміз ояндым. Так, опа. Біраз заттар дамыды, маяктар. Айтпақшы видео бастадым ғой. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Стивен және Стивенстанның президенті. Достар, Стивенстанның біраз жері дамыды. Мынау участковый. Так, полиция затты мынау. Мына жақта базар, мына кішкентай енді. Мынау банк. Орын теліп қойып достар. Мынау достар бізде банк, кішкене не болып тұрған шығар біртүрлі. Мынау күзет достар, мына жақта кіресіздер, мынандай болады. Мына жақта Шалқар ауылы деп қойыпты. Қош келдіңіздер. Так. Мынау күзет, оп. Мынау құжаттар достар. Так. Мына күзет кіресіз. Күзетке де біреуді жұмысқа саламыз ғой достар. Сіздер құратпай тіркеліңіздер. 45 оқырманға тезірек жеткізейік, және ма? Так достар. Мынау бізде банктың іші осындай. Мынау білмеймін, неғып мынаны қойып қойған. Адамдарды қою керек негізі жұмысқа. Мына жақта білмеймін неге құжат сияқты тағы да зат қойдым. Айтарлықтай біраз зат өзгерді достар. Мынау PvP залы, бұрынғы мынау үйімізді тағы да кішкене үлкейткен болатынбыз, қосқан болатынбыз, ішінде декорация. Сосын достар, сіздер мұнаяқ бізде спавнер. Қош келді Стивенстанға. Ешкім лезде атып Мұнаяқ мұнда жазған білмейін. Спавнан шығып жыват еді. Мұнаяқта президент үйі анаяқты көрсетіп тұр. Содан кейін достар, мұнаяқта бұлай қарай жүрген кезде біздерде қора болып тұр. Қора да. Мынадай қора жасаған болатынбыз. Мұнаяқта керек заттар осындай арбузик қойған соң, короче. Мұнаяқта пшеница выживать еткенге ыңғайлы. Мұна жақта негізі қой, сиыр, тауық. Мұна жақта не екен білмеймін. Жайше қойған шығар. Аласылайық достар. Достар, егерде осы серверге кіріп әдемі жерде выживать еткілеріңіз келсе, ойнағыларыңыз келсе, тезірек 50 оқырманға жеткізейік. 50 оқырман болған кезде біздер уже стрим ашып, сояқта IP портын көрсететін боламыз. Және тағы флагымыз. Мынау участковый достар. Нормальный заттар өзгерді достар. Так, қаз. Мына жақта түрмеміз бар. Не қандай түрме екен білмеймін, мынандай. Мына. Моя достар. Менің вице-президентім жасаған болатын бұны. Негізінде нағыраудар президенттің киімі. Айтпақшы, вице-президентпен бірге біздер PvP-да шыққан болатынбыз. Мен ұтылып қалдым достар. 3-те 5 па сондай болып ұтылып қалдым. Басында мен ұтып келе атқан едім достар, содан кейін білмеймін, болмай қалды. Тақтан жау жүрейік. Мына бізде үйіміз осындай. Мынау карта достар. Міне. Мынау не достар? Екі карта жасап тастапты ғой достар. Мынау спавнер. Мұна жақта қора бар. Мынау бізде PvP залы. Мынау флаг. Мынау участковый. Мынау базар. Мына жақта банк. И потом мынау үй. Мынау осылай карта достар.
аңғарыңыздар. Тамақ жетпей жатса бізде келіп сұрап алсаңыздар болады. Бізде жағдайлар қонақ болып келсеңіздер де болады міне. Бүгінгі видео біздер Стивенсонның екінші бөліміндегі обзор осылай болды. Так, базарға обзор көрсете салайық кішкене. Мына жақта да осындай барьермен қойып қойған. Мына жақта сындырады, алып кете салмай ма? Қуады екен. Мынау бүйтіп жазып қойыпты. Магазин для новичков деймін. Новичков дейді. Новиге келгендерге бір түрлі екен. Так, содан кейін, так достар, міне осындай іші толтырмаған. И потом мына жақта тағы бір үй. Чо за екен білмеймін. Негізі мынау 2 этажге болу керек достар. Бірақ 1 этажға үлкейттік. Бірақ білмеймін. Коробки. Айтпақшы, участковыйдың ішіне көрсете салайық үшін. Мына осылай пустой әлі толтырған жоқпыз. Мына, так, осылай шығамыз. Мына жақта тағы бір заттар қосу керек. Так, достар, бізде Стивенсонда осылай обзор көрсеттік. Және бүгін осылай видео аяқтаймыз достар. Қош, сау болыңыздар. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.